сүргендігін, Муса пайғамбардың 120 жыл өмір сүргендігін, Ибрахим пайғамбардың 100 жылдан аса ғұмыр кешкендігін білеміз. Ал неге Алла біздердің ғұмыр жасымызды олай қылмады? Өйткені пайғамбарымыз айтады, яғни Алла Тағала бұйырды дейді, сенің үмметің дейді, күнәні аз істеу үшін, яғни оларға ғұмыр жасты қысқа қылып бердім дейді. Яғни олардың бойын қысқа қылып бердім дейді, бойын дейді. Олардың шығындары аз болсын, киетін киімі, жейтін тамағы аз болсын деп, шығындары аз болсын деп қысқа қылып жараттым дейді. Және дейді, ең соңғы үммет қылып жараттым, ең соңында өледі, бірақ бірінші болып тіріліп жұмаққа кіретін дейді. Сондықтан Алла бізге сондай бір тарту қылған бұл қадір түні. Бұл қадір түні 1000 айға татырлық түн. Бізден алдыңғы үмметтер ұзақ ғұмыр кешкен болса, адам неғұрлым ұзақ өмір сүрсе, соғұрлым көп жақсылық жасайды, көп намаз оқиды, көп құлшылық жасайды, қажылыққа да көп барады. Былайша айтқан кездегі Алланың берген мүмкіншілігін көп пайдаланатын болады. Мысалы, төсек тартып жатқан адам менен түрмеде жатқан адамнан сұрашы, арманың не деп сұрашы. Осыдан аман есен барлығына қол жеткізсем, намаз оқыр едім, күндіз түні Құдайдың бұйырған жолымен жүрер едім, ешкімге зияным тиместен сондай бір дұрыс бағытпен жүрер едім деген олардың барлығының тілегі біреу-ақ болады. Осы отырған бәріміз егер де ауырып қалса, Құдайдан тілейтініміз, Құдай, Алла, осыдан аман есен жазылсам, аяғыма күш бітсе, барлық нәрсені жасар едім. Қалтама ақша түссе, бүкіл жоқ-жітіктің бәріне жаңағы садақа берер едім, қамқорлық жасар едім деген ол тілек сізде де бізде де бәрімізде болады. Бірақ та ол тілекті орындау деген бір басқа, армандау деген бір басқа. Сондықтан да осындай ұзақ ғұмырды берген Алла Тағала ол адамдарға, бірақ бізге ғұмырды аз берді. Ғұмырды аз бергенмен Алла әділетсіздік емес, әділетсіз жасамайды. Олардың сол 83 жыл бойы құлшылық жасаған адамның ғұмырына тең келетін, яғни олар 83 жыл бойы былайша айтқанда маңдайы сәждеге тиіп, біз 30 ораза ұстаса, олар 83 жыл бойы ораза ұстағандай сауапты Алла бізге бір түнде нәсіп қылды бауырлар. Бірақ түн 4-ақ сағат, сондағысы 4-ақ сағат, 12-ден 4-ке дейінгі 4-ақ сағатта біз Алладан кешірім сұрап, қолымызды жайып, Алладан жарылқау тілейміз, намаз оқимыз, Алладан тілек тілейміз. Алла сонда бізге бұрынғы өткен адамдар 83 жыл бойы Құдайға құлшылық еткен болса, бізге бір түнде нәсіп қылды. Соның ішінде 4-ақ сағатта қадірлі бауырлар. Бұл үлкен бір сауапты іс. Осы түннен пайғамбарымыз да тек қана немқұрайлы адамдар ғана қабыл қалады дейді. Былайша айтқан кездегі мән бермейтін, ештеңеге қызықпайтын адам ғана қабыл қалады дейді. Бұл түнде біздер, құрметті бауырлар, өте дұрыс пайдалануға тырысайық, уағызға тыңдайық, намазға жығылайық, Алла Тағалаға қолымызды жайып жалбарынайық. Пайғамбарымыз айтады, кім-де-кім қасиетті осы қадір түннің қадір түннің қасиеттілігіне шын ықылас ниетпен сеніп намаз оқитын болса, Алла оның өткен күнәсін кешеді дейді. Күнәсіз адам жоқ, барлығымыздың өзімізге тән күнәміз бар. Бәріміздің ешкім айтуға қақысы жоқ. Менің жүрегім таза, мен күнәсізбін деп айтқаннан өтірік айтады. Өйткені күнә деген тілден шығады. Пайғамбарымыз айтады, сендерге күнәнің ең үлкенін айтайын ба дейді. Біріншісі Алла Тағалаға серік қосу, екіншісі ата-анаға қарсы келу дейді. Осы отырған бәріміздің әке-шешеміз бар. Сол әке-шешемізге біз қанша рет қарсы келдік? Қанша рет әке-шешеміздің сөзін қайтарып тастадық? Қанша рет папа қойшы, мама қойшы, сен шарман болмасын, өзім білемін. Зекіп ұрсып тастады. Сіз соның бәрін есепке алыңызшы, санай алмайсыз. Ол деген сөз үлкен күнә. Бұл дүниеде сізді түрмеге тастамаса, ана дүниеде тозаққа тастайтын күнә. Яғни сіз ойламаңыз, мен бұл дүниеде әке-шешеме тек жақсылық жасап атып ішкізіп жегіп, онымен шешілмейді. Олар разы болмайынша, сен оларға тіл қатып, зекіп сөйлейтін болсаң, Алла разы болмайды. Сонда қайда сенің басқа күнәң? Екінші пайғамбарымыз айтқан екен тағы бір хадисінде, ғайбат айту дейді. Ғайбат айту дейді үлкен күнә бұл, үлкен күнә. Алла Тағала Құранда айтады, біреудің сыртынан ғайбат айтатын болсаң дейді, туған бауырының өлген етін жегенмен теңдей күнәға батасың дейді. Үшіншіден тағы сондай күнә бар, өсек айту деген нәрсе бар. Біз қазір өсек айтпасақ, өңешіміз өртеніп кетеді ғой. Бір-бірімізден, яғни сұрап аламыз ғой, не бар, не хабар, не жаңалық бар, айтшы маған, мен мына жаққа жеткізейін деп сұрап аламыз күнәнің бәрін. Өсектің бәрін сұрап алып, былай қарай таратамыз. Сөйтеміз де менің жүрегім таза, мен ешқандай күнә жасаған жоқпын, қаяқтан тілменен жасап тастадыңыз ғой бәрін. Сол секілді өтірік айту.
Айта берсек, бұндай күнәлар көп. Бізді бұл дүниеде түрмеге тастамаса да, ана дүниеде тозаққа тастайтын ауыр күнәлар бар. Сондай күнәлардан кешіріміне себеп болатын осы қадір түні. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен қама лайлатал қадри ва иманан ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи" дейді. Кім-кім қадір түнінде шын ықылас ниетпен сеніп намаз оқыса, Алла оның өткен күнәсін кешіреді дейді. Сондықтан да күнәсіз пенде жоқ. Бұл күнәларымыздың кешіріміне себеп болатын осы қадір түні екен. Сондықтан да біз күнәларымыз үшін не істеуіміз керек? Мұхаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамыз айтады ғой: Алланың елшісі, егер де мен дейді бір түнді қадір түнінде білетін болсам, не істейін дейді, Алладан не сұрайын, қалай намаз оқиын болса не істейін деген кезде пайғамбарымыз айтады: Айша дейді, егер сен дейді түндердің түнін дейді қадір түнінде білетін болсаң, былай деп дұға жаса дейді. Яғни: Аллахым, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, менің күнәларымды кешіре көр деп Алладан сұра дейді. Қараңызшы, екі ауыз сөз. Алла, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, менің өткен күнәларымды кешіре көр деп біз осы түнде қолымыз жайып Алладан кешірім сұрайық, бауырлар. Өйткені өзімізге жететін, артылатын күнәміз бар. Бір күні Харун Рашид дейтін халифа өткен. Бұл 809 жыл қайтыс болған халифа. Былайша айтқан кезде 3 құрлықты бағындырған мұсылман патшасы еді. Сол аппақ қылып, үлкен қылып, мрамордан сарай салады ғой. Астында аппақ мрамор, былайша айтқан кездегі көздің жауын алатындай әдемі сарай салып, тақта отырған сәтінде бір күні өзінің замандасы Шахих Балхи деген бір әулие кісіменен кейде әзілдесіп ойнайды екен. Сол әулие кісі патшаның құзырына рұқсат сұрап кіреді ғой, Харун Рашидтің. Жақындап келе жатыр, патша қарайды ғой, қараса аяқ киім шаң екен әлгі әулие кісінің. Енді әзілдейді ғой, тақсыр дейді. Сіз тозақтан келесіз ба? Аяқ киіміңіз шаң ғой дейді ғой. Ана кісіде ешқандай саспастан, тозақтан келе жатырмын дейді ғой. Тақсыр дейді. Тозаққа түскен адам оңайлықпен шықпайды, сіз қалай шығып кеттіңіз дейді ғой. Әзіл ғой оны айтып жатқан. Бірақ ол кісі былай деп жауап береді: мен тозаққа барғанымда періштелер былай деп маған жауап берді дейді. Тозаққа әркім өзінің отынын арқалап келеді, сіздің отыныңыз жоқ екен, сіз шыға беріңіз деп қайтарып жіберді дейді ғой. Яғни қараңызшы, міне, сіздің отыныңыз жоқ екен деп дейді. Ол деген сөз сенің күнәң жоқ екен деген сөз. Ал енді біздердің, яғни шаш етектен болатын күнәларымыз бар. Сол күнәларымызға жарылқау тілейтін сәт, сондай бір мүмкіндік бүгінгі түн. Сол түнге біз иншалла қолымызды жайып Алла Тағаладан сұрасақ, Алла міндетті түрде біздің күнәмізді кешетіндігіне күмән болмасын. Өйткені Алла Құранда айтады: сендер менен сұраңдар, сұрағанымды мен берейін дейді Алла Тағала. Сондықтан да біз сұраудан жалықпай, Алладан кешірім сұрайық. Көзімізден мөлтілдеген жас шықпаса да, ең болмаса жүрегіміз қанжылау керек қой. Алла, мен оны бұлай жасап қойдым, мына күнәні бұлай жасап қойдым деп Құдайдан кешірім сұрайық. Өйткені баратын жеріміз бар өзінде, яғни 2 метр қара жер. Одан басқа ешкімге ештеңе бұйырған емес. Патша болсаң да, жарлы болсаң да, кім болсаң да, баратын жері сол анадан туылғандай ақ матаға ораймызды алып барып, сол 2 метр жерге көмеміз. Одан басқа сізге бұйыратын ештеңе жоқ. Сізді алтынға немесе жаңағы бриллиантқа орап алып көмбейді ешкім. Қара жерге тастайды, топырақтан жаратылды, топыраққа айналамыз деген қағиданы ұмытпау керек. Ал біз тек қана осы жалған дүниеде Құдайдан кешірім сұрайық. Біз мұсылманбыз. Алла біздің күнәмізді кешетініне күмән жоқ. Тәубе жасайық күнәларымыз үшін. Осы қадір түнінде, келесі қадір түніне дейінгі Алла Тағала біздің, яғни тағдырымызды белгілейтін түн. Сондықтан да Алладан сол тағдырымыздың жақсы болуын, қайырлы болуын Алладан тілейік иншалла. Біз жай ғана келіп, жаңағы түнгі сағат 4-ге шейін сағатымызға қарап қойған, 2 сағат қалды, 2 сағаттан шай ішеміз кетеміз деген нәрсе емес. Біз Алладан сұрайық. 2 сағат уақытымыз бар енді. 2 сағаттың ішінде Құдайдан не сұрасаңыз, сұрап үлгеріңіз, сұрамасаңыз, үлгере алмасаңыз, онда келесі жылға шейін бір Алла біледі, кім бар, кім жоқ. Сондықтан да қадір түні бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұйырғандай 1000 айға татырлық түн. Сол 1000 айлық сауабымыздан айырылып қалмайық, ғафыл қалмайық, намаз оқиық, Құдайдан сұрайық, кешірімді және отбасымыз үшін, өзіміз үшін амандығымызды тілейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге сондай өсиет қалдырған болса, бұл қадір түні құтты болсын дейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір қиссасында келтіреді. Ертеректегі адамдар дейді, соның ішінде бір баһадүр болған еді дейді, яғни батыр дейміз ғой. 1000 ай бойы қолынан қылышын тастамастан елін, жерін, отанын қорғау үшін соғысқан еді дейді ғой. Сонда бірнеше сахаба ойланады ғой. Алла бізге ұзақ ғұмыр берсе, біз де солай жүрер еді ғой. Бірақ қайда біздің ғұмырымыз оған жетпейді ғой дейді.
Мысалы расында да Нух пайғамбар 950 жыл өмір сүрген болса, біздер қайда оның жасына жету мүмкін емес. Біз 50-ге келсек, юбилей жасап, мейрамханада той жасаймыз ғой. Жарықтық Нух пайғамбар бізді көрсе күлетін шығар. Ой, жарықтығына 50-ге енді жетіп той деп мысалы. Яғни, ол заманның адамдар ұзақ өмір сүрді. Ұзақ өмір сүрсе, көбірек сауапты іс жасайды. Сонда Алла Тағала осы бізге қадір түнін берді. Ол адамдар ұзақ ғұмыр кешсе де, сендердің ғұмырлары қысқа болса да, олардың ғұмыр кешкендегі сауабындай сауапқа ие болатын осындай бір түнді бердім деп Алла бізге сүйіншілеп отыр. Алланың сүйіншісіне біздер ешқандай күмән келтірмейміз. Сол сүйіншіге біз иман келтіріп, Алладан тілейді екенбіз. Сондықтан да бұл қадір түні, құрметті ағайын, баршамызға құтты болсын, мұбарак болсын. Бұл түнде біздер иншалла намаз оқиық көбірек. Алла Тағаладан сұрайық, маңдайымызды сәждеге қойып кешірім сұрайық. Біздің күнәміз көп, құрметті бауырлар. Күнә дегенді айтып отырмын ғой. Яғни тілден кететін қаншама күнә бар. Сол күнәларымыз үшін, ата-анамызға айтып қойған ауыр сөздеріміз үшін, ағайын туысымызға айтып қойған балағат сөздеріміз үшін, өзгелерге жасаған қиянатымыз үшін Құдайдан кешірім сұрайық. Кешетін бір ғана Құдай, басқа ешкім бізді кешпейді. Сондықтан да иншалла бауырлар, бұл қасиетті қадір түні тағы да құтты болсын дейік. Алла Тағала баршамыздың осы бүгінгі тілегімізді қабыл етсін. Алла Тағала екі дүниеде жүздерімізді жаратқасын. Әмин. Альхамдулиллахи раббил аламин. Жаратушы Жаббар ием, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің. Біздердің күнәларымызды кешіре көр. Я жаратушы Жаббар ием, қасиетті қадір түнін баршамызға мүбәрәк қылғайсың. Я Аллахым, өзің жасаған тілегімізді, ниетімізді қабыл ете көр. Я Аллахым, күнәларымызды кешіре көр. Я Алла, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің. Біздің күнәларымызды кешіре көр. Келесі қадір түніне дейін, я жаратушы Жаббар ием, тағдырларымызды қайырлы етіп жаза көр. Жаратушы Жаббар ием, баршаларымыздың отбасыларымызға амандық бере көр. Елімізге тыныштығыңды бере көр. Я жасаған жаратушы ием, бүгінгі тілегімізді қабыл ете көр. Күнәларымызды кешіре көр. Я жаратушы Жаббар ием, өзің адалынан азық бергейсің, адалынан рызық бергейсің. Жаратушы Жаббар ием, елімізге тыныштығыңды, халқымызға амандығыңды бере көр. Амин. Альхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар. Тағы да құтты болсын қадірлі ағайын. Алла Тағала ниетімізді қабыл етсін.